Әйтеуір сен жедің ба? Болды ма? Сонымен бітті ма? Ням. Солай істедік қой. Жарайды. Аяулы жолдастарыма, мен Жәкен. Және де бұл mouthwashing деген ойын. Ауыз тазалауыз, ауыз жуыз деп аударсақ та болатын шығар. Осы жерде бір өлік жатыр екен. Өте позитивті басталуымыз. Жарайды, оған көп қарамай елемей бастай берейік. New game басып. Осы ойын қызық екен деп естідім. Жарайды, біз ғарыштамыз. Pony Express Long Haul Space Freight тұлпар. Pony тұлпар. Қызық екен. Қазақтар екен өзі. Осы ойынның жасаушылары. Жарайды. Pony Express ұзын қашықтықты ғарыш жүк тасымалдаушы кемесі тұлпар. Экипаж саны 5, жоспарланған жүк жөнелту ұзақтығы 82 күн. Өткеткен транзит уақыты 147 күн. I hope this hurts. Есіл ай. Мәссаған. Ол ауырады деп үміттенем, деп айтып жатыр. Иә. Оп! Күшті өтіп кеткен, иә мынау? Айтпақшы, ана жақта бағана 0 күн өтті. Жо. Апатқа 0 күн қалғанда деп жазылған. 21 астрономиялық бірлік корабль алтта орбитальды дене байқалған. Өтініш. Белгісіз массамен соғыспау үшін 1,4 градус солға бұруыңызды сұраймыз. Мақұл. Жарайды. Осы ма осы белгісіз масса? Әлде ол? Метеорит па өзі? Білмеймін. Жарайды. She right. Оң жақта жүре береміз бе? Жоқ, қайдағы? Leave. Кетеміз. Ей, қалай сонда? Мен... Басқа вариант жоқ па сонда? Ой, албасты, Extreme Warning дейді ғой саған. Түсінікті енді. Болды. Хана. Аудару да керегі жоқ, болды. Хана. Асхана емес, әшейін хана. Обал болды ғой, обал. Ол жабық дейді. Біз бір батырманы басу керекпіз. Демек, жарайды. Енді не? Капитан болғалы біздің басымыз сәл істемейді екен. Ол менің жазығым кінәм емес енді. Ол ойының өзі солай қалайды екен. Ойының өзі қалағаны, жарайды. Қалағаның өзі. Болды. Кілтті алып, енді тықсай. Тап. Use emergency key. Әрине кілтті қолданып жүрейік. Автопилотты өшірейік. Білмеймін, өшіру керек енді. Warning. Иә, капитанымыз жынды екен. Тура жынды. Енді не істейміз? Қалған экипажды ойламадың ба? Мен шынымен де түсінбеймін, неге осы капитан сондай бір жалмауыздық жасады, мен білмеймін. Наны жапсақ енді. Не болар? Балдардың жылаған естіп тұрсыз ба? Естіп тұрсыңдар ма? Ей, бұзауым-ау. Ой, құлыным-ау. Сенің ішінде ма? Балалар жылап атқан, мен түсінбей отырмын. Сен неге балаларды жеп атсың, а? Құлыным-ау. Сен бір шөпті жеу керексің. Бірақ осы ғарышта шөпті қайдан табар? Жарайды, мақұл. Мен білмеймін. Осы құлынның не керегі бар? Кім білет? Бірі білет. Кім білет?
Екеулерің бір текстуркаға қалай сыйдыңдар, ей алпас! Мені кіргізбейді ғой, жарайды, өлдік! Бір құлын кесірінен өлсек, ол енді бір комедия болады. Трагедия емес, комедия болады. Иә. Дабыл ұрып жүр енді, не істейміз? Сирена дабыл ұрып жүр енді. Болды. Салам алейкум. Армысыз, бармысыз. Болды. Жынды бас. 2 months after the crash. Апатқа 2 ай қалғанда. Джимми деген кім? Басқа біреу де дәл сол нәрсені істер еді. Біз осы құрғыр жүкті тиіспейтін боламыз. Ол әшейін ғана жабылған емес. Бая өлуден де жалғыз-ақ қана жаманырақ нәрсе. Ол төлем ақыңды алмау. Бірақ ол бірдеңе пайдалы болуы мүмкін. Солай деп ойлаймын. Не болуы мүмкін? Үміттер, армандар, және марзипан. Саған керек емес ол. Сендерге ол тірі қалуға көмектессе, ол тұрарлық. Дайски. Күзек, пони, экспресс бостары. Реалды тымда чил емес. Айда. Қойш, слай тездетіп қарасақ жаман болмайды. Қалай осы топ терапия комитеті осы жерге келуді пландайды? Дәл өзі бос. Сен региональды юниор бейсбол командасының ең нашар тербелісің. Не қараватсың, көріватсың. Олар тікелей бір кезде баланы мерт қылып тастады, өлтіп тастады. Мен тіпті ғадалат балтаны алып оларды. Сен құдайдан құрғыр, өзің де осылай мерт қылған боп толдан. Болды, жетер, Свонси. Бұл жерде төтенше жағдайларға арналған бір жол болу керек іште. Мен қателеспесем, ол қауіпсіздік протоколында болған. Есіктерге арнайы бір альтернативті қолжетімділік код болу керек. Бірақ ол тек қана код сканер девайс арқылы біліну мүмкін. Және де тек капитанда сол сканерге қолжетімділік бар. Әрине, барып одан сұраса онда. Тегінде осыған блюзді шырқап тастайды. Біз сканерді тапсақ, ол бізге тіпті де керек емес. Кодты алсақ, әшейін аша саламыз. Өкінішке немесе бақытқа орай. Мен енді капитанмын. Мен бәрін біліп қоямын. Дәл өзі! Код сканерді табайық енді, жарайды. Осындай бізге тапсырманы беріп жіберді. Опа, сен кімсің? Дайски, менде минус 10 болғанымен мен сені танымай қалдым. Кешке қарай қайтадан сорпаны ішетін болатын сияқтымыз. Тауық кеспесіне цуифа ойнағың келе ма? Бізде қанша тамақ қалды? Мен 4 айлық дер едім. Ауа қамтамасыз етуден де аз қалған. Бірақ біз оны ұзағырақ сақтай аламыз. Теориясында. Күсек, менің ана мені тікелей тықпалап тастайды ғой мен қайтар кезінде. Мен Свонси сияқты болып қаламын. Бірақ бізде бір күшті айтар оқиға болады. Біз жайлы бірдеңе жазуы мүмкін. Біз тіпті теледидарда да болу мүмкінбіз. Не үшін мен бұлай оны дыбыстап жатыр? Немене деп сұрап жатыр? Ол және де лейдилерді таңғалдыру мүмкін. Шын проблемамыз біздің туалет қағазымыз бітіп жатыр. Ол фатальды мәселе, кісек. Біз осы бөлімді прессаға айтпауымыз керек. Жарайды. Өте мәнсіз сөйлесуіміз, әңгімеміз болды. Шкафчик көбіктен жабылған, блоктанған. Оны біз аша алмаймыз. Маған оны сындыру үшін бірдеңе керек. Иә, бұл көбік екен. Бұл болт, бұл зефир, ол көбік екен. Жақсы, мақұл. Біреу шомылуды ұнататын сияқты, мен білмеймін. Тура сабындап өзін жуынып.
Мә, Pony Express. Бұл не екен? Жарайды, дұрыс емес. Кокпит. Мә, не боватыр? Бәрі кәдімгідей көпіршікте екен. Code scanner. Oh yeah! Open the cargo hold. Енді біз... Ой, жүкті аша аламыз. Once he hasn't let anyone. Апаттан кейін ол ешкімді осы utility пайда бөлмесіне ешкімді кіргізбейді. Utility мен түсінбедім. Says it's filled with foam. Ол көпіршікпен толы деп айтып жатыр. Ал мүмкін ол барлық қорын, барлық қалдықтарын өзде ұстап жатыр. Ей, солай болса өте қу Свонси. Содан да өзі семіз болып кетті ғой. Семірен. Ой, сен семіз емессің. Әшейін, мен де Макдональдсты ұнатам, ол нормальды нәрсе, Свонси. Шуанбасай, Свонси. Жарайды. Біздің медбикеміз осы жерде болу керек. Ол да екеш осы ситуацияны одан да жаманырақ істей алмайды. Сендер неменеге оны бәрін булилеп атсыңдар, Ол сендерге не істеді? Ол медбике, бар ғой, ол врач, ол доктор. А сен білмейсің ба? Ол болмаса сен енді бірден арықтанып кетіп едің. Ол болмаса білмейм. Медикал. Тіпті мына жақта екен. Медициналық комната. Ол меню ғой. Менюдағы жігіт, қалайсың? Сәлеметсіз бе? Ол ендеше бізбен қалғысы келмейді. Ал ауырсынды тоқтататын дәрілер ше? Оларды соншалықты ауыртады. Мен осы шуды тоза алмайм, шыдай алмайм оны. Сен арнайы бір медсестраларға арналған бір мектепті бітірдің ғой, дұрыс па? Pony Express осы бұрыштарды қалай кесуді басқалардан да жақсы нақтылау біледі. Сендер немене оны бәрін булилеп етіп атсыңдар? Ол жалғыз-ақ сендердің командасында, жалғыз-ақ врач, доктор. Жындылар. Ой, және де... Сен маған және капитанға көмектесесің деп үміттендім. Кёрли. Кешір, Кёрлинің емделумен көмектесесің бе? Адамдар өз атақтарына тұрарлық болу керек. Солай ойламайсың ба? Медбике Аня. Мен айтқанымды ұмыт. Булилеп жатыр. Мен өзім оған қамқор болам. Жарайды. Көзіңді жылғасың ба? Жарайды. Құдай. Ол бізде бар қалғаны осы. Painkillers біз алдық. Жарайды. Ауырсынуды тоқтататын бірдемелері. Жақсы, бізде тағы бірдеңе бар ма? Осы вентиляттық мәңгіге лайланды. Әйтеуір Свонсидің сөзіне келсек, сенсек. Бізде басқа ештеңе жоқ па? Сигналы енді жоқ. Өкінішке орай, Аня және Свонсиның плейлистері апаттан кейін тірі қалды. Жарайды. Мейлі. Тап. Ал, use painkillers. Жарайды. His mouth is closed. Оның аузы жабық. Сомен не істейм? Жабық болса. Ол аузын аша алмайды. Аузын аша алмай ма? Мен онда өзім ашам ба? Сол ол басындағы капитан сияқты. Мынау кісі басындағы капитан сияқты. Ол бізді өлтіргісі келген, әлде білмейм. Сол өте эгоисті болып, мен білмейм не үшін оңға бұрылып, солға бұрылу керек еді. Мен білмейм не үшін. Өзін өлтіргісі келді ма? Енді не істейміз? Бұлай ашты аузын. Не істеп отырмыз?
Не істеп жатырмыз? Болды, енді қолданамыз. Шыдай тұр, жақсы ма? Маған да ол ұнамайды. Ауру деген ол өмір көзі. Өмір қайнар көзі. Ойбай, мен не айтқан өзім де білмеймін. I can't bear to listen. Мен оны тыңдағым келмейді. Ғафу етіңіз, кешіріңіз. Деп айтып жатыр. Ал мен шай ішіп жатырмын. Жарайды, ол оған. Ол бірдеңе онымен істеп жатыр. Аузын ашып, оны шайнатып, білмеймін. Ол оның ішіне кіріп кетті ме? Түсінбедім. Ол өзі де желінген сияқты болды ғой. Жарайды, әйтеуір сен жедің ба? Болды ма? Сонымен бітті ма? Жарайды. Ням. Солай істедік қой. Жарайды. Бізде ауыртпайтын дәрілер бітіп қалды. Бірақ оларды алғың келсе, ол бұны не үшін істеген, қалай ойлайсың? Ол қазір маңызды ма? Қандай жауап сенің көңіліңе жақсы болар? Осындай ең жаман моменттер бізді монстр қылмайды екеніне сенгім келеді, Джим. Мен сену керекпін, тіпті оның жағдайындады. Ол бізді бәрімізді өлтіргісі келді, Аня. Оны тірі боп қалдыруға екі ғана себепті көріп тұрмын. Ең маңыздысы, біз бәріміз соған келістік. Мен бәрібір де өзімді жаман сезіп тұрмын, тіпті қысқым келіп тұр. Маған 1 минут керек. Иә. Бейшара қыз. Бейшара. Бірақ бейшара дегенде біздің де жағдайымыз сондай ғой. Бізде тағы не бар айтпақшы? Код сканер. Тұлпарда бір қол жетімдіріп кодтарды ашу керек. Ойбай, бәріміз, бар халқымыз осы жерде. Ал жігіттер не айтасыңдар? Кесектер, қалай ойлайсыңдар? Біз немене тасып жүрміз өзіміз? Ол бір қосымша бөліктер болса, тегінде мен және Свонси осы кемені қайта салдырып өзім-ақ кете аламыз. Дұрыс па, Свонси? Сен қыртуыңды қой. Ал, айта бер. Оның бәрі сен. Мен сендерге айтқым келгені, менің осы жерге еш қатысым жоқ. Немене жекеленіп атсың, Джимбо? Білмейм. Өздерің бір ашуланып атсыңдар ғой. Мен бәрі жақсы. Сен немене мұңайып атсың? Біз дұрыс жасап атырмыз ба? Ол бір медицина, тамақ, су болса. Жарайды. Айтар сөздерің жоқ сияқты. Жарайды. 100%. Бір жерде бір код болуы мүмкін. Аха, 7-9. Естеріңде бар ма? Осы капитанымыз жатқан еді ғой. Біздің өлтірушіміз. Ойбай, қанішеріміз әйтеуір осы қорқынышты кісі болған еді ғой. Менің ойымша ол өтсе, ол қатты бір білесіңдер ме, Берсерктегі Гриффитке ұқсайтын еді ғой, ал бұл Аня сол жақта тұрып атқан бір каскаға ұқсайтын. Сол бір ассоциациямды айтқым келіп тұрды. Бәлкім дәл солай қазір болады, мынау типок. Сендер қарамасаңдар жарайды, спойлер айтпай қояйын Берсеркке. Бірақ 7-9 тағы да бірдеңе болу керек қой. Жарайды. Осы жерде де код болу мүмкін. 4, 5, 17. Ана жақта не болды сонда? Жарайды, қазақ. Айалақай. Кетті. Опа! Жүктеріміз. Ал жақсы.
Ой. Тоқта. Не болып жатыр? Опа. Апатқа 7 күн қалғанды. Жарайды, осында ең қызық моментте біз бітірейік, себебі мен ұзақ ойнап жатырмын, ұзақ бой аударып жатырмын, ол қиын болды. Сендерге видео ұнаса лайк басыңдар, жалғасын күтіңдер. Жарайды. Адиос, амигос. Қайыр.